Және салаф ғалымдардан да білімнің артықшылықтары туралы салаф ғалымдардың сөздері келген. Сол салаф ғалымдардың бірі Али радаллаху анху айтады: "Әл-илму хайрун минал мал" дейді. Айтады, білім мал дүниеден артық дейді. Білім не? Мал дүниеден артық. Әл-илму яхрисука ва анта тахрусул мал. Айтады, білім сені қорғайды, ал мал дүниені сен қорғайсың дейді. Әл-илму хакимун вал малу махкумун алейх. Білім дейді үкім етуші, ал мал дүние оған не үкім етіледі дейді. Түсініңіз бе? Кейін айтады Али радаллаху анху: "Мата хуззанул амвал ва бақия хуззанул илм." Айтады, мал дүниелеріне жинағандар, мал дүние жинағандар не қылады? Өлді, ал білім жинағандар не қалды дейді, қазынасы. Олардың өздері жоқ болғанымен білімді жинағандардың не дейді? Олардың дейді адамдардың жүректерінде олар бар дейді, білім иелері. Және Ибн Масуд радаллаху анху айтады, ол кісі бір жас баланы білім талап қылғанын көрген болса, айтады: "Мархабан би янаби'ил хикма" дейді. Айтады, Ибн Масуд радаллаху анху білім талап қылып жүрген жас балаларды көрсе, мархабан, қош келдің хикмет бұлағы дейді, хикмет бұлақтары дейді. Янаби' деген негізі не? Ана көзі деген сөзді, хикмет көздері, қош келдіңдер деп білім талап қылушыларға айтады Ибн Масуд радаллаху анху. Ва масабиху зулам, және қараңғының не? Жарықтары дейді. Ва хилқану сияб, және дейді киімнің жаңа сырты, және хубусул буют, ва райхану күллу қабила, әрбір тайпаның және не? Райхан, сондай бір иісті гүлі деп Ибн Масуд радаллаху анху білім талап қылушыларды осылай сипаттайды.